Саламатсыз ба? Есімім Маулен, Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Егер де сіздің кредиттеріңіз бар болса, және оны уақытынан бұрын жапқыңыз келсе, бұл видео сізге арналған. Егер де менің видеом сіздерге пайдалы болса, осы YouTube каналыма және Instagram парақшама тіркеліңіздер. Дәл қазір мен банктен алған кредитті мерзімінен бұрын қайтарып, кредитті толық жабуға бола ма? Егер жабуға рұқсат болса, проценттер қалай есептеледі деген сұрақтарға жауап беретін боламын. Сіз кредитті уақытынан бұрын толық жапқаныңыз банк үшін тиімді емес. Себебі бұл кезде банк пайда таппай қалады. Сондықтан кейбір банктер кредитті уақытынан бұрын жабуға рұқсат бермейді, немесе бұл істі барынша қиындатады. Бірақ есте сақтайық, ешқандай банк кредитті уақытынан бұрын жабуға шектеу қоя алмайды. Елімізде кредитті толық жабуды қадағалайтын арнайы заң бар. Бұл заңда былай жазылған: егер де кредит алушы ақшаны бизнес ашу мақсатында емес, өзіне құрту үшін алынған болса, онда 14 күннен кейін алған кредитті толық қайтаруына, жабуына құқығы бар. Демек, проценттер тек сол үшін ғана қосылады. Банк және банк қызметі туралы заңда 1 жылға берілген кредитті 6 ай өтпей жапсаңыз, банк процентті толық 1 жылға алуға құқылы екені жазылған. Банктер осы ережені тиімді пайдаланады. Ол дегеніміз тек 1 жылға алынған кредиттер бойынша, даже 14 күннен соң жапсаңыз, 1 жылдық проценттер төленеді деген сөз. Ал 2-3 немесе 4 жылға алынған кредиттер бойынша сіз любой момент кредит алған соң 14 күн өткен соң жауып тастай аласыз. Ол жердегі проценттер сол жабылған күнге дейін ғана қосылады. Егер де кредитті уақытынан бұрын қайтаруды жоспарласаңыз, бұл туралы банкке барып, грамотно заявление жазуыңыз керек. Соған сәйкес банк сіздің қарызыңызды қайта есептеп, сізге нақты процентіңізді қазіргі күнге қанша болып тұрғанын қарызыңызды айтады. Егер банк олай істемесе, сіз банктың үстінен қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне шағымдана аласыз. Ал кім кредиттерін төлей алмай просрочкаға шығып, немесе коллекторларға, немесе банктер хабарласып мазалап жатыр, мен сіздің просрочкаларыңызды, шыққан кредиттеріңізді, немесе микрокредиттеріңізді тиімді графикке қойып бере аламын. Егер де сондай тиімді график арқылы мазаланбай, кредитті ай сайын төлеп құтылғым келеді десеңіз, осы видеоның астына сілтеме қалдырып кетем, сол сілтеме арқылы менімен тікелей хабарласа аласыздар. Осымен видеомыз аяқталды. Видео сізге ұнаса, әдеттегідей лайк басыңыз, каналға тіркеліп алыңыз. Бұл маған жаңа видеолар шығаруға шабыт береді. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.